Жақында сауалнама жүргізіп, бескөлдіктерден ауыл туралы сұрап білдік. Көбісі ауылды ұнататын, қалаға жақын орналасқанын, табиғаты керемет екенін, ауасы таза екенін айтты. Оның үстінен күнге құлпырып, көркейіп келеді деді. Шынымен солай ма екен? Олай болса анықтап көрелік. Армысыздар ағайын, менің атым Мұсайт Әлихан. Бескөл ауылына қош келдіңіздер. Жалпы Бескөл ауылының тарихы өте терең жатыр. Кейбір деректерге сенсек, сонау 1752 жылы мұнда теріскейдегі ең алғашқы әскери бекініс салынған екен. Ал 18 ғасырдың ортасында мұнда переселендер көшіп келіп, жерді игере бастады. Халық негізінен егін егумен және мал шаруашылығымен айналысты. Тек 20 ғасырдың басында ғана ауылда мектептер салынып, ғылыми институт пайда болды. 2 қабатты көппәтерлі тұрғын үйлердің іргетасы қаланды. Алайда Қазақстан тәуелсіздігін алғанға дейін Бескөл бірнеше көшеден тұратын шағын ғана ауыл болды. Проживаю, значит, сама в Бескөле более 30 лет. Бескөлде тұрып жатқаныма 30 жылдан асып кетті. Мен мұнда алғаш келген кезде бәрі басқаша болатын. Қазіргі әкімдік тұрған жерде бар жоғы бір үй ғана болды. Балабақша қасында болған жоқ. Мешіт асханасының қасында машина трактор дүкені болды. Қазіргі 3 қабатты почтада болған жоқ. Уақыт өте келе Бескөл жақсы жаққа өзгере бастады. Аумағы кеңейе түсті. 2 қабатты үйлер мен жолдар салынды. Стали, значит, строить дома двухэтажные. Вот, значит, благоустраиваться Бескөл стал, значит, самое. Тәуелсіз жылдары Бескөл ауылы ерекше қарқынмен дамыды. 1991 жылы сүт өнімдерін шығаратын Молсервис кәсіпорны пайда болды. 2000 жылы жиһаз әзірлейтін Левин шеберханасы ашылды. 2005 жылы 360 орындық тұңғыш қазақ мектебі салынды. 2009 жылы халыққа қызмет көрсету орталығы есігін айқара ашты. Бір сөзбен айтқанда, 30 жылда Бескөл ауыл танылмастай өзгерді. Бүгінгі таңда ол өңіріміздегі ең дамыған ауылдардың бірі емес, бірегей болып саналады. Себебі соңғы 5 жылда ауылдағы халық саны 8 мыңнан 14 мыңға жетті. Көшелер жарықтандырылып, асфальт төселді. Су құбырлары салынып, әрбір үйге таза ауыз су келді. Орталық жылу желілері тартылды. Орталық саябақ пайда болды. Жаңа көп қабатты үйлер бой көтерді. Бескөлдің әр бұрышында балаларға арналған ойын және спорт алаңдары жасақталды. Шағын саябақтар салынды. Ауылдағы шағын архитектуралық мүсіндерде көздің жауын алады. И в прошлом году, значит, большая работа проведена по... Өткен жылы Бескөл ауылын абаттандыру және көркейту мақсатында көп жұмыс атқарылды. Жолдар жөнделді, көшелерге асфальт төселді, жаяу жүргінші жолдары салынды. Су құбырлары тартылып, әрбір үйге ауыз су жеткізілді. Орталық жылу желілері қосылды. Я надеюсь, что, значит, в будущем люди поймут, и, значит, наш общий дом, как Бескөл, будет комфортно всем жить. Бескөлде құрылыс ешқашан тоқтаған емес. Керісінше, жыл сайын көшіп келушілер саны артып келеді. Себебі мұнда өмір сүруге өте қолайлы, барлық жағдай жасалған. Оның үстіне табиғаты да көз тартады. Бескөл деп аты айтып тұрғандай, жағалай қара сулар мен өзен көлдер орналасқан. Орманда алқаптар жайқалып өсіп тұр. Ең бастысы Бескөл ауылы қаншама жаңа пана бола білді. Құшағын алып мүмкіндіктер сыйлады. Соның арқасында винокурсында аңыз адамдар өмірге келді. Ендеше ауылымыз алдағы уақытта көркейгеннің үстіне көркейіп, дамыған үстіне дами берсін деп тілейміз.